тілімізді тазалап сақтайық. Қазақ тілім ата-бабадан келе жатқан біздің мәдениетімізді, елдігімізді, қазақ екендігімізді, дінімізді, тарихымызды көрсететін қазынамыз. Бауыржан Момышұлы айтқандай, өзіміздің ата-бабаларымызға деген құрмет пен қошеметті тілімізді қастерлеп, құрметтеуден бастауымыз керек деп айтса. Расул Гамзатов: если мой язык умрет завтра, я готов умереть сегодня дегені бостан-босқа айтылмаған. Ел болам десең, бесігіңді түзе дегеннің үлкен негізі бар. Қаншама тіл құрдымға кетіп жоғалды, қаншамасы өлім алдында. Әлемдегі тілдердің жұмасына екеуі жоғалар екен. Қазір қазағымның қазыналы тілі 70-ші орында тұрса, бай қуаттылық жағынан 3-ші орын алады. Бірақ кеңестер кезінде шаруашылыққа, үй ішінде ғана қолданыс тілі болып, мемлекет қарамағында өз деңгейін төмендетті. Батыстың ең ауқымды технологиясы мен мәдениетінің енуі тілімізді сездіртпей болысуда. Екі сөзіміздің біреуі бөтен сөзден құралып, тіліміз шұбарлануда. Тіл қылыш, шұбарлануы қылышымыздың жүзі кетуінің өзі құрдымға соқтырады. Тілде біздің тектілігіміз, рухани мұрамыз жатыр. Жапония, Германия, Корея сияқты елдерде тілін сақтау үшін бала бақшадан және бастауыш сыныптарда бала негізіне тек өз ұлтының тілін, ғұрпын, тарихы мен мәдениетін оқытады. Тек орта буыннан бастап, яғни 5-ші сыныпта бала қалауы бойынша шет тілдерін енгізеді. Керемет емес пе? Бір мысал келтірейін. Қазіргі қолданыста ең керемет дүниенің бірі ол әрине ұялы телефон. Хабар жіберсек, түрлі белгілерді жіберіп жатамыз, яғни смайликтермен. Бұл белгілердің мағынасын ешкім түсінбейді. Бұл масон, шайтанға жан сатқандардың символы. Шайтанды шақыру, көрсетсең болды, жын, сұрқия, тылсым күшті сені қуаттандырып отырады. Қиын түгі жоқ. Бір көзді, екі мүйізді ібілістің адамзатты күнәға батырудың бағыттарының бірі. Окей деп белгісіз түрде күнәға батудамыз. ақш-тың президенті Тунисқа барғанда халық қуанышпен қарсы алады. Жалауларын көтеріп, қошеметтейді. Ұшақтың сатысынан түсіп келе жатқан басшы окей деп қолын көтергенде, тунистар жым болып қошеметтерін тоқтатады. Неліктен дегенде, тунисша бұл белгі сындырам, құртам, жоям деген мағынада екен. Жапондарда бұл окей белгісі сен нольсің деген мағына білдірсе, француздарда ақша, Америкада жақсы, рахмет деп мағына берсе, масон ұйымында шайтанды құрметтеу, бас ию, шақыру, табынуды бейнелейді. Қазақтарда бұндай кезде бәрекелді деген сөздің мағынасы өте үлкен. Мысалы, жарайсың, керемет деген сияқты жүректен шыққан ризашылығын білдіруін көрсетеді. Қазақтың ең тілі бай, күрделі, бір сөзді екі қайталамайтын жазушысы Мұхтар Әуезовтың шығармалары өте бай, көне сөздер өте көп. Бейімбет Майлиннің тілі жеңіл және ауызекі тілдерді жақсы көрсе, Мағжан мен Ильяс Жансүгіров теңеулері нағыз тамыр жайған қазақтың байлылығын көрсетеді. Бауыржан атамыздың білімділігі сондай, шығарма жазғанда тіл байлылығының көптігі соншалық бір сөзді екінші рет қайталамаған. Тілімізді құрметтейік. Тіл біздің бүгініміз, өткеніміз, болашағымыз. Қазақ тілін білмеген елін, жерін, отанын құрметтемейтін адам деп танимын. Қазақ тілімізді құрметтейік ағайын. Өкініштен өртенерем өтемен, қасиетті домбыраны қолға алмай, қоңырынды әуелетпен кетерем. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ, мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жанымен қуанс екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Қазақ болып тумағанда нетерем, қалай басқа байрақтарды көтерем. Жеті бірдей қазына